шаңырақтың ең шаттықты күні болды. Үйдің іші думан, дастархан басында күлкімен бата. Жас жігіт арманына жеткендей бақытты. Ал жас келін әдемі, салмақты, бірақ тым үнсіз. Кеш бата бәрі тарқасып, жас жұбайлар бөлмесіне кірді. Бірақ күтпеген бір нәрсе болды. Келін күйеуінің жанына жатпай, шетке қарай аунап жатып қалды. Жігіт бұны ұялғаны шығар деп ойлады. Екінші түні де солай қайталанды. Күйеуі жұмбақ мінезіне таңғалып жүр. Ал үшінші түні жігіт күдігін жасыра алмай, келіннің соңынан жасырын ілесті. Үй іші қараңғы. Келін еппен есікті ашып, аулаға беттеді. Қолында білінер-білінбес бір орам бар сияқты. Аула түкпіріндегі қақпа түбіне барып, тізерлеп отырды да жерді қаза бастады. Жігіттің жүрегі дүрсілдеп, көзі шарасынан шықты. Не істеп жүр? Деген ой маза бермеді. Кенет келін сыбырлап, біреумен сөйлескендей болды. Міне, мен сені жасырдым. Ешкім таппайды. Ешқашан. Жігіттің қаны мұздап сала берді. Ол айналасына қарады. Ешкім жоқ. Тек келіннің өзі ғана. Бірақ оның сөзі, қимылы адам сенгісіз. Бір сәтте келін басын көтеріп, түнгі қараңғылыққа қадала қарап тұрды. Көзінде жалт еткен от, жымиғаны қорқынышты еді. Сен де көріп тұрсың ба? Деді сыбырлап. Жігіттің жүрегі атқақтап, денесі дір етті. Кімді айтып тұр? Кімге сөйлеп отыр? Келін қорапты қайтадан көміп, орнын тегістеп тастады да жайбарақат бөлмесіне қайтып кетті. Жігіт сол жерде тастай қатып қала берді. Енді ол әйелінің жай ұяң емес, әлде қайда тереңде жатқан бір жұмбаққа байланысты екенін анық сезді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ол түнде келін кіммен сөйлесті? Жоқ әлде біреуді көрді ме? Жалғасын көру үшін міндетті түрде арнаға қосыла отырыңыз. Лайк басып пікір қалдырыңыздар. Екінші бөлімді жіберіп алмаңыз. Бұл оқиғаның түбінде таңғалатындай құпия жатыр. Тек құпия емес, әр қайсымызға сабақ болатын ауыр шындық бар.